Сәлем достар. Бүгін Остров сериалының 2 және 3 бөлімдер жайлы айтатын боламын. Егер 1 бөлімін көрмеген болсаңыздар, дәл қазір оң жақ жоғары бетте сілтеме шығатын болады. Міндетті түрде қарап кетіңіздер. Бұл видеоға қолдау білдіріп, лайктарыңызды аямай баса кетіңіздер. Ал мен енді кідірмей шолуды бастайын. 2 бөлім басында Бон Джон 2 бала отырған торға келді. Қыз Ванды босатып жатқанда, қорқан жігіттің қабілеті қосылып, қыздың қолын тістеп алады. Қыз оның қорыққанын жасағанын біліп, оларға сендерді ешкім ұстауға қақысы жоқ деп оларды босатты. Әрине Аташка бұл жайлы біліп, өз әскерін олардың артына салды. Жолда қан көп жоғалтқаннан құлап қалған қызды Ван тастап кеткісі келмейді. Сондықтан оны арқасында салып, қайта сарайға келгенде, оларды қамаққа алып тірі қалпына дейін сабады. Қыз оларды көруге келіп, оның барлығы менің кінәм деп жылағанымен, жігіттің оған реніші жоқ. Қыз, мен сендерді құтқарамын, бірақ мен әлемді құтқару үшін құбыжықтарға қарсы барьер құрып үйренуім керек. Сонда да сендерді босататын болады дейді. Бұл сөздерден кейін біз қайта өз әлемімізге ораламыз. Шіркеуші жігіт Минхоның үйіне келіп, әкеймен танысады. Олар қорғаушы жайлы әңгімелерін бастап, Минхоны қорғауға атсалыспақ. Әкей бұл жігітті қызға өзінің жақын інісі ретінде таныстырмақ. Себебі әзірге қыз ештеңе білмеуі тиіс. Минхо сет өшпес алдын осы кісіге хабарласқан екен. Ал құбыжық ендігі қызды өлтіргелі жатқан жерге келсек, бұл жерге Ван келген болатын. Ол өзінің қанжарымен құбыжықтың қолын кесіп, артынша бір дұға оқып, құбыжық қашпасын деп кеңістік құрды. Сосын оны талқандап, ақырында әбден сойылған құбыжық кішігірім тасқа айналып жоқ болды. Ван кеңістікті алып тастап бұл жерден кеткенде, әкей де келген болатын. Қыз не болғанын түсіндіргенімен, оған ешкім сенер емес. Қыз бұл жағдайдан әбден шок алып үйіне келді. Бірақ та көп ұзамай бұл жерден кеткісі келіп, әуежайға шықты. Бұл уақытта қолында қанжары бар екінші жігіт тас мүсінді оятып, Духты сыртқа шығарды. Қыз әуежайға келгенде, Духты сонда келіп, бір полицейдің ішіне кірді. Қыз кассаға келіп билет сұраса, оған басқа бір полицей келіп бөлімге алып кетті. Қызды қорғау мақсатында оны осында ұстап қалуға бұйрық келген екен. Осы кезде полицей бейнесіндегі құбыжық келіп жетті. Ол қыздың алдына келіп, құтқарушы екеніне көзі жетті. Сосын бұл жердегі полицейлердің артын айырып, қашқан қыздың артына түседі. Минхо бір кісінің машинасына отырып, газды аямай басып қаша жөнелді. Қуғыншы да осал емес. Ол мосттың үстінен машинаға секіріп, қызды ақыры ұстағысы келді. Әбден алаңдаған қыз жол апатына түсіп, машинаның түгі қалмады. Бірақ как обычно қызға ештеңе де болған жоқ. Құбыжықта орнынан тұрып іздеуге кірісті. Ақыры дегенде қызды тапқанда, Ванды болмағандай оған қарап тұр екен. Іші пысқан жігіт онымен айқаса кетті. Жігіт жай ғана оның артын айырып, соңында тасқа айналған құбыжықты қолына алады. Минхо бұл жігіттің қасына келіп, тас жайлы сұрайды. Сөйтсек нәпсі құмар құбыжық өлген кезде осындай тасқа айналады екен. Жігіт қыздан сенің есіңде ештеңе қалмаған ба деп сұрады. Қыз әрине жоқ деп жауап берді. Ендігі жігіт кете бергенде, қыз бәрін түсіндіруді өтінді. Бұл құбыжықтар кез келген жерде шығып, қызды өлтіргісі келеді. Және оларды өлтіре алатын жалғыз адам осы Ван екен. Әрине қыз не себепті олардың өзінің артынан түскенін түсінер емес. Жігіт болса бұл сенің тағдырың дейді. Қыз әлі де ештеңе түсінетін емес. Олар енді қыз айға кетіп қалса да, оны аңдап өлтіргісі келеді. Жігіт қызға егер қолынан келсе, олармен күресуге тырыс деп тайып тұрады. Ертесіне шіркеуші жігіт орманды аралап, құбыжықтан қалған бөліктерді көреді. Ол оны алғанда, осыған дейінгі болған жайттар санасына келді. Тау мен тастың арасын аралап, жігіт жасырынған жерді іздеумен болды. Ван болса әжеймен бірге тамақтанып отыр. Әжейдің асыранды қызы келіп, Ванның үнемі тегін тамақ жеп кететініне ренішін білдіреді. Кешкісін Минхо үйінде қорқып отырғанда, оның қасына Ван келді. Қыз егерде мені түбі іздеп табатын болса, одан да өле салғаным артық емес пе дейді. Сәлден соң Минхо жігітке менің күзетшім болшы деп сұрап, жігіттің есімі кім екенін білмекші болды. Просто Ван? Ван? Ал Ван кетпек болғанда, қорыққан қыз жігіттен ұйықтап қалғанша қасында қалуын сұрайды. Таңертең жігіт тау маңайында естеліктерін есіне алып тұр. Сөйтсек Бон Джон тура Минхоның кейпінде болған екен. Және бізге флешбектерде Бон Джонды өлтірген құбыжық кейпіндегі Ван екенін көрсетеді. 3 бөлім. Әжей қызына Пенджуле духы жайлы айтады. Сөйтсек кезінде әйелдер қатты қысым көріп, ақыр соңында бұл сұмдықтардан құтылу үшін Пенджуленің духына барып тағзым еткен көрінеді. Бірақ әрбір нәрсенің өз өтемі бар. Егерде дұрыс құнын төлемесе, Пенджуле оларға ренжіп те қалуы мүмкін. Ары қарай кадр таңға шышып отырған Минхоға өтеді. Қыздың бүгін бірінші жұмыс күні. Және ол әкейге менің күзетшім болады дейді. Сыртқа шыққанында ол кісі Ванды көреді. Әрине олар бірін-бірі біледі екен. Себебі олар кезінде кездескен болатын. Қыз машинасына барғанда,
Ван қонаққа келгендей машинаның артына отырып алыпты. Машинаны айдамайсың ба дегенде, Ван жай ғана есікті жауып алады. Әрине қыз не дерін де білмеді. Машина ішінде Ван үйіндегі адам жайлы сұрайды. Қыз ол кісіні жақсы білемін. Ол менің отбасымдай болып кеткен адам дейді. Жол бойы диалог құрғысы келген қызға Ван еш үн қатпайды. С кем я вообще разговариваю? Олар мектепке келіп жетті. Күзетшім деп бұйрық бергісі келген қызға егер өлім келсе осы қалпынан талма дейді. Қыз үн өшкен күйі сабаққа келді. Сөрен атты қыз сабаққа келмеген екен, ал әжейдің қызы тіпті орнынан тұрып, үнсіз сабақтан шығып кетті. Сөйтсек ол Сөреннің үйіне бара жатыр. Ол қыздың денесіне қарап, әбден таяқ жегенін көреді. Қыздың жігіті қызғаншақ болып, оны әбден сабаған. Одан бөлек оның күнделікті сыртқа шықпауын қадағалайды екен. Капец, мына қызды жаман аяп кеттім, честно. Йонжи мектепке келіп Минхомен кездесті. Ол оған Сөрен жайлы айтып көмек сұрайды. Минхо маған емес полицейге барып жеткіз дейді. Бұл уақытта әкей әжейге келді. Оны жас кезінде қобжақ өлтіргелі жатқанда бұл жерге Ван келген екен. Ван оған егер өмір сүргің келсе, бұл жерден тайып тұр дейді. Ол әжейге Ван тағы да қызға зиян тигізуі мүмкін дегенде, әжей оған егер Ван болмағанда, ол уже қобжақтардан өліп кетер еді дейді. Сондықтан жігітке сенбесең де, кезіндегі кінәсін өтуге тырысып жатқанда сенуін сұрайды. Блин, капец, көп нәрсе шытырман болып жатыр. Түсінікті етіп жеткізу өте қиын. Сондықтан шыдап көріңіздер, барлығы соңғы жағында айқын болады. Кешкісін әкей жігітке бөлмесін көрсетті. Бұл жерде Ван оған қыз уже Вонжонға айналуы тиіс еді. Сіз жұмысыңызды шалас деген екенсіз дейді. Бұл уақытта Сөрен өзіне қол жұмсамақшы. Себебі жігіт оның ұятсыз фотоларын жіберіп бопсалап жатыр. Осы кезде Йонжи келіп, Пенджуле жайлы айтып кетіп қалады. Қыз орман арасына жол тартты. Ол Пенджулеге тағзым етіп, өзі үшін кек алуын сұрайды. Әжей болса бірдеңені сезгендей, Ванның қанжары қимылдап абыр-сабыр болуда. Қыз бұл жерден кеткенде, ағаш маңына көптеген жәндіктер келіп жатқанын көреміз. Бұл уақытта Минхо шіркеушімен танысады. Әкей оған келіскендей інісі ретінде таныстырды. Олар отырып адуши ішімдік ішті. Ванды көрген шіркеуші әкейден жігіт жайлы сұрайды. Ол Ванмен жолығып екеуі біраз сөзге келеді. А где твой нож? Может, в твоей шее? Соңында Ван жігітке кішкене аулақ жүрмесең, арта жақсылыққа әкеліп соқпайды деп кетіп қалды. Таңертең қыз шіркеушіні дұға етіп жатқан жерінде көреді. Ол жігіттің шіркеуші екенін көріп аң-таң болды. Мектепке шығар жолда екі жігіт те машинаға отырып алады. Және екеуі де машина айдай алмайды. Ты гендиректор? Двигай. Жолда Ванның қанжары қимылдап түсіп қалды. Ал қалған екеуі мектепке келе жатқанда машина алдынан Йонжи шығады. Ол көмек сұрап, Сөреннің Пенджулеге тағзым еткенін айтты. Жігіт өзінің шіркеу киімін киіп үйге келді. Бұл уақытта орман ішіне келген Ван біртүрлі құбылыстардың орын алып жатқанын байқады. Қыз бен жігіт Сөреннің бөлмесіне келе жатыр. О, боже мой! Олар қыздың қасына келген бетте ішіне жөңгіргендей қимылдар жасап жатты. Жігіт бірден өз дұғалары арқылы қызды қалпына келтірмек болады. Бірақ барлығы кеш. Бөлме өздігінен жоғалып, олар орман арасында тап болды. Ал Ванның артында екінші қанжары бар жігіт тұрған еді. Осымен достар, 3-ші бөлімнің соңы. Сіздерден сұрайтыным тек қана қолдау. Негізі бірінші сезон 6 бөлімнен тұрады. Қалған 3 сериясын біріктіріп жақын арада салуға тырысамын. Ал оған дейін сіздер 1000 лайк жинайсыздар деген ойдамын. Ал ендеше достар, келесі кездескенше.